Баршаңызға сәлем достар. Бүгін сіздермен өте дәмді әрі жұмсақ болып шығатын алма қосылған сырникке дайындайтын боламыз. Ендеше алдымен менің каналыма тіркеліп қоюды ұмытпаңыздар және видеоны соңына дейін көріңіздер. Ол үшін бізге алма қажет болады, яғни алманың жарты бөлігін ғана қолданамыз. Сыртын қабығын ашып, не үккіштің осындай үлкен бөлігінен алмамыздың жартысын өткізіп шығамыз. Енді алманы дайындап қойған сүзбеміздің үстіне саламыз. Сырниккеде ең маңызды ингредиент ол сүзбе. Сүзбеміз құрғақ болуы өте маңызды, қыздар. Енді оның үстіне жұмыртқа қосамыз, қантымызды саламыз, шым-шым тұзымызды саламыз және ең соңғы ұнды саламыз. Енді осының барлығын араластырамыз. Мен мына жерде миксермен араластырдым. Миксер болмаса венчик немесе шанышқымен де араластырсаңыз болады. Ең бастысы ингредиенттердің барлығы бір масса болуы қажет. Мінекей, енді біз сырникімізді дайындаймыз. Ол үшін біз тақтайшамызға ұн сеуіп және қолымызға да ұн сеуіміз қажет. Өйткені сырникиді дайындаған кезде қолымызға жабысады. Осылай бір қасықтан алып, бір ас қасықтан аламыз да ұнға аунатып, өзімізге қажетті форма шығарамыз. Формасын мінекей осылай ұнға ауната отырып, қолымызбен дөңгелетіп, жан-жағын пышақтың көмегімен тегістеп шығамыз. Және қатты биік қылмаңыздар. Биік қылсаңыз сырникке тез пісіп болмайды. Сырниккенің барлығын дайындап қойдық. Енді табамызға азғантай зәйтүн майын құямыз. Зәйтүн майы болмаса, кәдімгі сары майды ертсеңіз де болады. Қызып тұрған майымызға дайындап қойған сырниккелеріміз салып бастаймыз. Бірінші осылай бір жағын қызартып аламыз да, одан кейін аунатып, екінші жағында дәл солай қызарғанша пісіреміз. Мінекей достар, екі жағы да қызарып пісті сырниккеміз. Енді осыны қағаз сүлгіге орналастырамыз, өйткені бойындағы май қағазға сіңгені жақсы. Осымен біздің алма қосылған сырниккелеріміз дайын, қыздар. Таңғы асқа пісірсеңіз өте керемет шығады. Мен Ақгүл Абдуллаева, менімен бірге соңына дейін болғандарыңызға көп рахмет. Ас болсын.